Менің Джихан інім есіңде ме? Бұл сол. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бәлкім бұл саған өрескел көрінер, бірақ мұнда сенімен Дилшах жайында сөйлесуге келдім. Сені көргеніме қуаныштымын, Хазар. Менің де саған айту үшін 30 жыл бойы сақтап келген құпиям бар. Құпия? Әлгінде осында болған сенің әкең. Мұны саған айтпауымды сұрап, жалынды. Менің әкем осында келді ме? Иә, ол осында келді. Тура сен тұрған жерде тұрып, менен бірдеңе өтінді. Әкем сізден не өтінді? Айт, Айла, ол сенен не туралы өтінді? Егер саған бай ықпалды отбасы құда түссе, бұл мүмкіндікті пайдаланып қал. Хазардан аулақ жүр. Әскерден келген соң ол сені есіне де алмайды. Мен ұлымды өз әулетімізге лайықты қызға үйлендіремін. Түсіндің бе? Сен өзі қандай адамсың, а? Көмек сұрап, саған жалынып келген қызға неге бұлай жасайсың? Ол сенің ұлыңның сүйген қызы. Әділетсіздік жасама. Өшіріңді. Әркім өзіне лайықты өмір сүреді. Өз құрбың айт, енді маған да, ұлыма да хабарласпасын. Түсіндің бе? Дилшах. Дилшах. Жылдар бойы мұны саған айтпағаным үшін кешір. Бәлкім айтпас та едім, егер сенің әкең болмағанда. Бірақ сен шындықты білуге тиіс. Дилшах сенен ешқашан бас тартқан жоқ. Ол тек сені ғана сүйді. Амалсыздан күйеуге шықты. Ол тіпті өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Тыныш аға, сабыр сақта. Сен білуге тиіс шындық осы, Хазар.